Сіздерге вазелиннің пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Вазелин майын көбінесе ерін жарылғанда жағамыз. Алайда вазелиннің одан өзге пайдалы тұстары бар. Вазелин суда және спиртте ерімейді. Ол тек медицинада ғана емес, металдарды коррозиядан қорғауда және электроникалық өнеркәсіпте де қолданылады. Ең тиімді тұсы, оны кез келген дәріханадан қолжетімді бағада алуға болады. Осы орайда вазелиннің күнделікті өмірде қолданылар пайдалы тұстарын айтуды жөн көріп отырмын. Бірінші тұсы, ол шаш бояу кезінде теріні қорғайды. Шаш бояуы құлақ, мойын, маңдай терілеріне жұқса, кетіру қиын екенін қыздар қауымы жақсы біледі. Әсіресе бояу қара түсті болған кезде тым қиынға соғады. Сондықтан келесте шаш бояр алдында теріңізге вазелин жағып алсаңыз, оған тиген бояудан тез құтыласыз. Екінші, бет әрлеу сәтсіз шыққанына қолданыңыз. Макияж жасағанда ойдағыдай шықпай қалатын кездері болады. Сол сәтте бәрін жуып, басынан бастау шарт емес. Мақта таяқшасына вазелин жағып, артық тұстарын өшіріп тастаңыз. Үшінші, кірпікті ұзартады. Егер кірпігіңіз қалың әрі ұзын болсын десеңіз, түнде жатар алдында кірпігіңізге қалыңдап вазелин жағыңыз. Аптасына 3 рет қайталап жағып тұрсаңыз, бір айда оның нәтижесін байқауға болады. Төртінші, атыр иісі тұрақтылығы үшін. Сүйікті парфюміңіз теріде барынша ұзақ сақталу үшін құлақтың түбіне, білекке және басқа да атыр шашатын жерлерге аздап вазелин жағып қойыңыз. Сонда атыр суыңыздың иісі тәулік бойы жоғалмайды. Бесінші, тері ауру мәселесінде. Медициналық тәжірибеде вазелин майы іш жүргізетін және сыртқы қолданыстағы дәрі ретінде қолданылады. Ал теріге қатысты қиын мәселелер туындағанда шамалы дәрі-дәрмек алып, вазелинмен жақсылап араластырып, артынан теріңізге жақсаңыз, теріңізден оң нәтиже байқайсыз. Алтыншы, тұмаумен ауырғанда. Тұмауратып ұзақ ауырғанда мұрын айналасындағы тері қызарып тұрады. Осы сәтте вазелинді мұрныңызға жағар болсаңыз, бұл мәселеден тез әрі оңай құтылатын боласыз. Жетінші, сырғаны ауыртпай тағуға көмектеседі. Сырғаны біршама уақыт тақпаса, құлақтағы сырға тағу орны кішірейіп қалады. Сондықтан қайтадан сырға тағарда құлақ ауырады. Қатты ауырмас үшін құлаққа вазелин жағып, артынан сырғаңызды таға берсеңіз болады.